Merhaba arkadaşlar. Қалайсыздар? Есімім Шоқан. Менің есімім Махамбет. 17 жастамын, ал досым 18 жасында. Жақында туған күні болды. Алматы қаласынан келдік. Бірге кішкентай кезден доспыз. Қазір биыл біз Томер, яғни Foundation программасы бойынша түрік тілін үйреніп жатырмыз. Неге? Себебі келесі жылы өзіміздің Турциядағы армандаған оқу орнымызға түсу үшін. Өзімізді алдымен таныстырып өтетін болсақ, менің досымды көбінесе актер ретінде таниды, яғни Өмір сериалы, Алғашқы махаббат, Рауза, тағы көптеген сериалдар бар. Жалпы актер досым. Рахмет. Ал досым Махамбет келесі жылы театр әртісі мамандығына түсейін деп жатыр. Сол үшін біз бірге Измир қаласында белгілі бір академияда түрік тілін үйреніп жатырмыз. Ал ол туралы кейінгі алдағы видеоларда айтатын боламыз. Бүгінгі видео не жайлы? Бүгінгі видео квартиралар жайлы. Біз қазіргі таңда квартира снимать етіп жатырмыз. Сол туралы айтатын боламыз. Квартирада қалай снимать ету керек? Риэлтор дегеніміз не? Айна қалай таптық? Қалай келдік? Қалай алдандық? Қанша лир бүкілін айтатын боламыз. Сол үшін видео бойы бізбен бірге болыңыздар. Кеттік. Ең бірінші айтып кететін нәрсе, бұл жерде біз квартираны қалай таптық. Яғни бұл жерде квартиралар ең басын сіз 15.000 лира төлейтін боласыз. Яғни ол риэлторына кетеді. Квартираның өзіне бір айлық сіз алдыға төлейсіз. Сосын депозитқа кететін болады. Ол егер квартира 5.000 лир тұратын болса, 6.000 тұратын болса, 18.000 төлейсіз деген сияқты. Әрі қалай бағалар. Ең басында риэлтор жайында айта кететін болсақ, риэлтордың өзінің ақшасы болады. Яғни риэлторға квартира 5.000 лир тұратын болса, біз риэлторға 5.000 лир береміз. Вообще 10.000 болды, және депозит деген бар. Осы үйдің бүкіл жиһаз, мебельдері, телевизор бар. Мына біз диван деген сияқтылар, креслолардың барлығын жауап береді. Мысалы біз телевизорды сындырып алатын болсақ, немесе диванды жыртып алатын болсақ, сол ақшадан шешіп, оның орнына новый нәрселер алып отырады. Вообще бірінші квартираға кірмес бұрын 15.000 лир төлейсің. Вот содан кейін келесі айдан бастап уже 5.000 лирді төлеп отыратын боласың. Ал үйдің бізде 2 комната, квартирамыз 1+1, және де кухнямызбен бірге 3 бөлме деп есептейміз. 3 адам болып бөліп төлейміз. 5.000-ді 125.000 теңге болады. Оны біз 42.000 әр адамнан 42.000 болып төлеп жатамыз. Бұл жерде сосын айтып кететін нәрсе, бұл жерде коммуналкасы бөлек келетін болады. Яғни су, газ, Wi-Fi болса Wi-Fi, сізде свет бар, газ қосқан болсаңыз газдың бөлек төлейсіз деген сияқты. Олар яғни сіз қолданған арасына қарай сізге әртүрлі суммада келіп отыратын болады. Яғни бұл квартираның бағасынан бөлек ақша болып келеді. Примерно айына бізде бір 250, мысалы светке 250-350-дің арасына кетеді. Қалай қолданғанымызға байланысты. Газ да сондай бағада кетеді. Мысалы бізде су кеше 408 лир болды, біз қателеспесек. Либо 403, осында қойып қоямыз суретін. Бұл орта баға примерно. Қалай табу керек? Бұл жақтарда әрбір райондарда квартиралар, бос квартиралар бар. 5.000, 6.000, 7.000 әртүрлі бағада, 9.000-ға дейін де барып жатады лирға. Оны табу үшін бұл жақта Алматыдағы немесе Астанадағыдай 100-100 хозяинмен кездесу қиын болады. Сол үшін риэлторлық компаниялар болады, офистар болады. Соларға барасың, қанша адам, қанша мың лирға квартира керек, қанша комната деген сияқты айтасың. И олар соған байланысты бос квартираларды көрсетеді. Жаңағыдай Мата айтып кеткендей, бастапқы договорын тексересің, документтерін тексеру керек. Ол ең маңызды нәрселердің бірі. Документін тексеруің керек. Сол квартирамен хозяин және риэлтордың ин нөмірлері бірдей болып, жаңағыдай хозяин шынымен де осы квартираны сатып алғаны, ол нотариально заверить етіліп тұрғанын көрсетілу керек болады. Сол документтерді тексеру керек. Ал ол үшін қасыңа негізінде түрік тілін білетін жақсы бір досың немесе бір таныс адам керек. Досың болған жақсы негізі. Бірақ біз ең басында келген кезде перевод арқылы сөйлестік. Соның өзінде бізде қалай айтса болады, бұл нәрсені істеу бізге бұйырды, былайша айтқанда. Қатты қиын болған жоқ. Сізде 18 жас болатын болса, онда сізге бұл нәрсе оңайырақ келеді. Себебі сіз квартираны снимать ету үшін 18 жасқа толған бір бала болса өте жақсы болады. Өйткені сізде 16 жас немесе 17 жас болатын болса, несовершеннолетний болатын болсаң, контрактқа сенің есімің жазылмайды. Онда қиынырақ болады сәл. Заверить ете алмайсың. Сол үшін 18 жас болса ешқандай проблема жоқ. Ал одан кішкентай болатын болсаң,
біреудің атынан жазу керек болады. Риэлтордың атына жазасың, сотта сен біреудің атына жазу керек боласың, светте де біреудің атына жазу керек боласың. Сол үшін мысалы біздер оны риэлтордың атына жазып отырдық та. И солай біз қазіргі таңда болады 16-17 жасқа негізі алуға бола береді. Біздің квартираны айтатын болсақ, біздің квартира айына 5000 лира тұрады. Яғни біз ол сумманы алдыңғы айға қарай төлейтін боламыз. Біздің квартира қазіргі таңда Басмане районда орналасқан, яғни үй мен тасарының арасы бір жаяу, 10 минуттық жер бізге өте ыңғайлы, сонысымен ыңғайлы болады бізге. Қасымызда парк бар, банкоматтар бар, жаңағыдай комиссиясыз Каспиймен жаңағыдай ақша шеше алатындай маркеттер бар, жаңағыдай BİM, A101 деген сияқты, біздің Magnum, Ramstar деген сияқты, сол нәрселер бар. Өңімізде 10 минуттық, 15 минуттық жерде ең үлкен базар бар, Измирдағы Кемералты деген. Сол жақтан саудаласып арзанға үйге продукты, тамақ, керек заттар алуға болады. Әңгімемізді шай ішіп жалғастырайық. Бұл жақта мен қазір квартира снимать етудің плюсы мен минусын айтатын болам. Плюстарынан келетін болсақ, бұл жақта сен 5-6 адам болып, немесе 3-4 адам болып бірге төлей аласың квартиранты, коммуслыганты. Әр адамға 50-60 мың теңге келуі мүмкін, немесе жаңағыдай адамның санына, комнатаның үлкендігіне байланысты одан да қымбат, арзан келуі мүмкін. Бұл бір. Екіншісі, бұл жақта ешқандай комендантский час жоқ. Ол дегеніміз, сен кез келген уақыт бір жаққа шыға аласың, түнде кез келген уақыт үйіңе келе аласың, ал кейбір общежитияларда ондай емес. Ешкімді шығармайды, немесе кіргізбейді деген сияқты. Сол жағы плюс кез келген уақыт қонақ шақыра аласың. Сол және де қағидатынан сәл арзан, общежитиялардан сәл арзан шығады. Плюстары сол ыңғайлы, кең. Минустары ше? Минустарын айтатын болсақ, енді общагаға қарағанда кейбір қауіпті райондар болады, яғни сіз ол өзіңіз таңдаған районға қарай байланысты да. Общагада мысал үшін өзінің кәдімгідей охранниктері болады, қарауылдар, қарайтын, сағат 12-ден кейін кешіп келетін болса, қаншада келдің, қаншада шықтың, соған қарайды да. Ал сізде квартирада сіз кіре бересіз, шыға бересіз, өзіңіз білесіз, былайша айтқанда, сіздің кәдімгідей жүріп тұратын, ол сіздің үйіңіз болады, былайша айтқанда, қандай Қазақстанда қандай үйіңіз болды, тура сол сияқты болады. Және тағы да минустары коммуналкасы шығар, өйткені сіз квартирадан бөлек тағы да суына төлейсіз, жаңағыдай, может көп ақша кетіп қалуы мүмкін деген сияқты болуы мүмкін. Одан кейін қауіпті райондар, сіз квартираны таңдаған кезде райондарды да сәл бақылап қарау керек, өйткені кейбір жаңағыдай қауіпті райондар болады енді. Бірақ бізде қанша адамдар үйтіп айтқанымен бізде ондай жоқ, сіздің өзіңізге де байланысты. Сіз қалай жүресіз, қалай сабақ оқу үшін, шынымен сабақ оқу үшін келсеңіз, онда сізге ондай қауіпті дымда болмайды, былайша айтқанда мен оған гарантия беремін. Және квартиралардың бағасы өсіп кетуі мүмкін деген сияқты сондай минустары бар. Тағы қандай минустарын білесің? Мне кажется, бұл жақта жаңағыдай кейбір риэлторлар болады, жаман немесе жақсы деген сияқты. Біздің риэлторымыз орташа. Жаман риэлтор болады, мазаңдалады, немесе көршілер болады, астыңғы қатты, үшінші этажда, астыңғы этажда мазаңдалып шулама, немесе олар шулайды, бізге ыңғайсыздық тудырады деген сияқты. Мүмкін, бірақ ондай случайлар көп орын ала бермейді, так что екі жақта да бізде нормально бәрі. Бар, бізде жаңа общадағыдай безопасность дейді ғой, ондай жоқ, былайша айтқанда. Жаңеде дұрыс қойды общагалы. Общада дедім. Жарайды, общагадағыдай ондай нәрселер жоқ. Бұл жақта шетелден келгендіктен кейбір түріктер көп сом айтып кетуі мүмкін, бірақ көпсі емес. Себебі бес саусақ бірде емес қой, соның біреулер көп баға айтып жүреді. Біреу саған жоқ, сен шетелден келдің, саған скидка жасаймын деуі мүмкін. Ол уже адамға байланысты. Ондай опыт біздің басымыздан болған, бірақ олардың ең қызығы бізді қалай алдап кеткен жайлы. Соны айтатын болсақ, дәл осы өзіміздің басымыздан өткен оқиғаны айтып кетсек болады. Бізді қалай алдап кеткен бастайсың ба? Реально жылайтын оқиға. Август-сентябрьда біз ол кезде Қазақстанда едік. Мен, Махамбет, тағы 2 досымыз бар, 4-теуміз бір квартираны таптық онлайн. Квартираны таптық. Точнее, бізге тауып берді. И біз сол квартираның видеосын жіберді, там қалай. Договорын кәдімгідей анандай парақтарын осындай жерде міне орналасқан ішін көрсетіп, спорт залы ойбо деді да, короче. Сол нәрселер бар деді да. Біз ол кезде бірінші квартира көргендіктен 100 мың теңге ғана болды. 4 мың лир қазір курспен. О, мынау жақсы ғой, арзан ғой, жаңағыдай ешқандай
100 мың лир бересіңдер, 100 мың теңге ғана бересіңдер деді. Одан кейін оның қасына нелер бермейсің, типа риэлтордың ақшасы деген, депозит деген түсінік жоқ болды. Ол одан сайын бізге 2 есе қуаныш әкелді. И короче біз сол күні ақшамызды жеп тастадық. Сонымен короче каждый 100 мыңнан жіберді, 4 адам 400 мың жібердік. И сөйтіп қарайтын болсақ, короче, ертесіне не болды? Ертесі ма, арғы күні группа жаңағыдай біреуіміздің мамамыз жазады. Типа балалар білесіңдер ма, анау квартира алдап кетті бізді дейді. Біз басына түсінбедік, әрқайсымыз ар жақта болдық. Қарасақ сөйтіп анық адамына кірсек, ол адам короче сөйтіп әрқайсынан сол моменттен квартирадан ақша алып, қадап, бізді ғана емес, біз төртеумізді ғана емес, 60 адамға жуық адамды короче үлкен бір миллиондаған сумаға алдап кетіпті. Сол кезде білдік, общем, қадалғанымызды. Содан кейін ол Турцияда бір ағамыз болды, Айдос деген. Сол сөйлесіп, жаңағыдай ақшаға соны жіберіп отқанбыз. Сол арқылы істедік та. И сол, короче, не істедім? Артынан ол адамды тауып, одан кейін оны не істеп, сотқа беріп, артынан солай ол іс жабылды ма, онымен әлі шаруамыз жоқ болды. Сонымен білмеймін. Одан кейін негізі бұдан түйетін түйін негізінде онлайн Қазақстанда бүйтіп квартира алғаннан көрі келіп, лучше өздеріңіз көріңіздер. Бізде басында осы қасымда тұратын тағы бір бала бар, Алмат деген. Екеуміз келдік, кәдімгідей келіп, іздеп, басында отельде, общагада тұрдық. И сосын өзіміз сол 3 күннің ішінде смело тауып алдық. Ондай қиын ештеңе жоқ, былайша айтқанда. Сол, короче, алданып қалдық. Басында біз ғана емес, біреуді миллион теңгеге алдаған, біреу 5-6 айға ерте төлеген. Бұл жақта несі жақсы, сен 5-6 айға ерте төлесең, уже гарантия бар да, 100% сені алдамайтыны деген сияқты. Сондай бар. Ал біз онлайн болғандықтан біреулер 500 мың теңге аударып жіберген, біреу 800 мың деген сияқты. Әртүрлі суммада алдаған. Мақұл, хайыр дедік. Содан кейін хайырлысы болған шығар деп, бір жарым айдан кейін бұлар келді бірінші Измирға. Сосын мен бір айдан кейін істерімді бітіріп келдім. Қазір міне квартирадамыз. Қазір бізде Муркамен сұхбат. Мяу мяу мяу. Мяу 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 десем, қазір ойнайтам. Қазір біз досымызға барып жатырмыз. Есімі Төрехан, тоже біздің көршіміз, риэлторымыз бір адам. Ол қалай шешті, қай кезде келді, осы Измирға сол туралы сұрақ қойын деп жатырмыз. Кеттік. Мяу мяу мяу. Мен есімім Төрехан, 18 жасындамын, Атырау қаласынан. Қазір 9 Eylül университетінде 1-ші курста оқып жатырмын. Бұл менің квартирам. 5000 лираға төлеп жатырмын. 125 мың теңгедей 3 адам болып тұрып жатыр. 1+1 комната. Қанша уақыт болып тұрып жатқандарға қалай таптыңдар квартираны? Қалай квартира өздеріңе ұнай ма? Квартира өзімізге ұнайды. Осы квартирада 4 ай болып тұрып жатқанымызға. Осы квартираны риэлторлар арқылы таптық. Риэлтор бізге көмектесіп жатыр. Мен де ол көмектеріне оларға да көмектесіп жатырмын. Потому что мен тіл білген соң, олар да қазақша, орысша түсінбейді. Қазақтар да түркше түсінбейді. Бір-бірімізге көмектесіп жүрік. Себебі қазіргі таңда Қазақстаннан, Ресейден жаңағыдай осы районға адамдар келіп жатыр, ал соларға көмек ретінде Төрехан переводчик болып араларында көмектесіп жүр. Себебі Измирда, вообще Турцияда қанша уақыт болдың сен? Турцияда жалпы 1 жыл болды. Измирде август айынан 5-6 ай болды. Сол, тогда 5 мыңға снимать етіп жатсыңдар, тоже біз сияқты. Все, teşekkürler abi. Сонымен міне бүкіл айтатын нәрсені айттық, квартираны қалай табу керек бүкілін айттық. Видеода дұрыстап тұрып анық-қанығын көрсеңіздер болады. Сұрақтарыңызды комментарий жазып кетсеңіздер болады. Все, tamam, бүкіл бітірдік. Görüşürüz arkadaşlar.